Армысыздар, бармысыздар аса құрметті қазақ жұрты. Біз бұл дәрісте алдыңғы сабақтардың жалғасын табуға тырысамыз. Біз өткен сабақта ұсынысты қарастырған едік. Енді сол ұсыныстың қисығының жылжуы қалай болатындығын білеміз, және де ұсыныстың икемділігі қалай анықталатындығын білуге тырысамыз. Ұсыныс қисығын жылжуын анықтауымыз үшін біз ұсынысқа әсер ететін факторларды білуіміз қажет. Және де сол факторлардың әсерінен қандай өзгеріс орын алатындығын білуіміз қажет. Және де сәйкесінше сол өзгеріс әсерінен ұсыныс қисығы қалай өзгеретіндігін білуіміз қажет. Енді, егер өндіріс факторларының бағасы өсетін болса, онда ұсыныс қисығы сәйкесінше солға қарай жылжиды екен. Ал егер өндіріс факторларының бағасы төмендейтін болса, онда ұсыныс қисығы оңға қарай жылжиды екен. Егер өндіріске жаңа технологиялар мен құрал жабдықтар енгізіліп жатса, интенсивті түрде өндіріс дамып жатса, сәйкесінше ұсыныс қисығы да оңға қарай жылжиды екен. Жыл мезгілдеріне қатысты өзгерістерге келетін болсақ, егер ауа райы қолайлы болса, жыл қолайлы болса, онда ұсыныс сәйкесінше көбейіп, ұсыныс қисығы да оңға қарай жылжиды екен. Ал егер мемлекеттен салықтар түсіп жататын болса, олар салықтар көбейіп жатса, онда сәйкесінше ұсыныс қисығы солға қарай жылжиды екен. Енді, егер субсидиялар беріліп жатса, ауыл шаруашылығын қолдап жатса мемлекет, тағы өндірістерді қолдап жатса, дотациялар беріліп жатса, онда ұсыныс қисығы оңға қарай жылжиды екен. Ұсыныс қисығы баламалы тауарларға деген сұраныстың артуына қарай да өзгереді екен. Егер ол баламалы тауарларға деген сұраныс артып жатса, сәйкесінше ұсыныс қисығы да солға қарай жылжиды екен. Егер өндірушілер өз тауарларына деген сұраныстың кемуін болжап, және де сол өндіруді азайтатын болса, сәйкесінше ұсыныс қисығы да азаяды, және де ол солға қарай жылжиды. Жалпы ұсыныстың икемділігі дегеніміз не? Ол бағаның 1%-ға өзгеруі ұсыныс көлемінің қанша пайызға өзгеретіндігін анықтайтын көрсеткіш. Ол формуласы осындай. Егер біз ұсыныс көлемінің өзгеруін бағаның өзгеруіне бөлетін болсақ, әрине бұлар пайыздық көрсеткіште, қатыстық көрсеткіште болса, онда ұсыныстың икемділігін анықтайды екенбіз. Егер ұсыныс икемділігі бірден үлкен болса, онда ұсыныс икемді. Ал егер ол бірден кіші болса, ұсыныс икемсіз. Егер ол нөлге тең болатын болса, бұл жағдайда бағаның өзгеруі ұсынысқа ешқандай да әсер етпейді. Ал егер ол шексіз көп сан болатын болса, баға көлемі өзгергенімен ұсыныстың көлемі еш уақытта өзгермейді екен. Олардың координатталық сызықтары, қисықтары қалай болатындығын қарастырып өтейік. Егер ұсыныс икемді болса, қандай болады, және де ұсыныс икемсіз болса, қандай болады. Өзіңіз көріп тұрсыздар, мынау осындай болады жалпы. Егер ол бағанағы көрсеткішіміз бірге тең болса, онда ұсыныстың икемділігі бірлік деп аталады, және де ол тура 45 градуспен көтеріледі екен. Ал егер абсолюттік икемсіз ұсыныс болатын болса, онда ол көрсеткіш нөлге тең болады. Бұл жағдайда бағаның өзгеру ұсынысқа еш әсер етпейді, және де ол вертикальды түрде шексіз ол көтеріле береді. Ал егер абсолюттік икемді ұсыныс болатын болса, онда көрсеткішіміз біздің шексіз болады, және баға көлемі өзгергенімен ұсыныстың көлемі еш уақытта өзгермейді. Ол бұлай ұзын горизонтальды түзу болып кете береді екен, егер схемасына қарайтын болсақ. Әзірше осы дәрістің электронды нұсқалары, презентациясы, тексті керек болатын болса, осы сілтемеден таба аласыздар. Жалпы сіздерге рахмет, сау болыңыздар.